Сәлеметсіңдер ме балалар? Әліппе сабағымызды бастайық. Балалар, біз қандай әріптерді білеміз? Және дыбыс пен әріп дегеніміз не? Кәне, бірінші есімізге түсірейікші. Біз дыбыстарды екі түрі бар екен білеміз. Дауысты және дауыссыз. Балалар, дауысты дыбыстарды біз қызыл түспен бояймыз. Не себепті оны біз дауысты дыбыс деп айтамыз? Себебі өкпеден шыққан ауа еш кедергісіз дыбысталады. Ал дауыссыз дыбыстар өкпеде түрлі кедергіге ұшырап және қысқа айтылады. Өте жақсы. Енді балалар, біз кейбір дауысты дыбыстар қосарлы екенін білеміз. Кәне есімізге түсірейікші, қандай қосарлы дауысты дыбыстарды біз білеміз? Дұрыс айтасыздар. Я және ю. Енді бүгін балалар, біз дауыссыз дыбыспен танысамыз. Ол қандай дыбыс екенін, кәне сендер білесіңдер ме? Кәне ойланып көріңдерші. Балалар, біз х деген дауыссыз дыбыспен әлі таныспадық. Бүгін сол әріппен танысамыз. Кәне бірге айтайықшы. Х. Өте жақсы. Балалар, бұл дыбыстың таңбалануы қандай екен? Х дыбысының баспа түрі. Бас әрпі, кіші әрпі. Өте жақсы. Енді балалар, осы әріптің жазба түрімен танысайық. Жазба түрінің қатты айырмашылығы жоқ. Жазба түрінде біз жартылай дөңгелек етіп, сол жаққа қарай қаратамыз. Енді жарты дөңгелегімізді оң жаққа қаратамыз. Бұл х әрпінің бас әрпі. Енді кіші әрпі де дәл осындай, бірақ өлшемінде кішірек қып жазамыз. Қайталаймыз. Жартылай дөңгелек сол жаққа, жартылай дөңгелек оң жаққа. Кіші әрпі де дәл осындай. Қайталап жазайық. Бас әрпі, кіші әрпі. Бас әрпі, кіші әрпі. Өте жақсы балалар. Сендер енді көркем жазумен қаламсапты дұрыс ұстап, арқамызды түзу ұстап, осы жазуды қызыл сызыққа дейін дәптерлеріңдегі жазып шығыңдар. Жақсы ма? Бас әрпін және кіші әрпін. Өте жақсы. Енді балалар, бұл х әрпі бізде сөздің қай жағында орналасады екен, қай кезде жазылады екен? Кәне соны анықтайық. Ол үшін біз х әрпі бар сөздермен танысайық. Кәне қараңдар, мына суретте қандай сурет көріп тұрмыз? Бірінші суретте балалар, мен жұмбақ жасырғым келіп тұр. Аяғы жоқ жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Ол не балалар? Бұның жауабы осы суретте тұр. Кәне мұқият қарап көріңдерші. Таптыңдар ма? Өте жақсы, жарайсыңдар. Оның жауабы хат. Кәне қайталаймыз. Хат. Хат балалар х әрпінен басталып тұр. Яғни сөздің басында кездеседі екен. Енді кәне балалар, хат деген сөзге дыбыстық талдау жасайық. Менде көк түсті қаламсап бар, қызыл түсті қаламсап алдым. Бірінші х дыбысы, ол дауыссыз дыбыс. Бүгінгі біздің өтіп жатқан жаңа әрпіміз, жаңа дыбысымыз. Келесі х-дан кейін а дауысты дыбыс. Хат. Соңында қандай дыбыс естіп тұрмыз балалар? Т. Ол дауыссыз дыбыс. Өте жақсы. Енді қараймыз. Неше дауысты дыбыс бар? Бір. Сонда хат деген сөзде неше буын бар екен? Бір буын. Өте жақсы. Енді келесі балалар бізде бұл қандай ойын? Қараңдаршы. Дұрыс айтасыңдар. Шахмат. Қайталаймыз. Шахмат. Ал бұл жерде х әрпі сөздің ортасында. Кәне дыбыстық талдау жасайық. Бірінші ш дыбысы, ол дауыссыз дыбыс. Ш. А дыбысы, дауысты дыбыс. Енді адан кейін қандай дыбыс тұр балалар? Дұрыс айтасың. Х. Ол дауыссыз дыбыс. Х-дан кейін шах, мат, м. Ол дауыссыз дыбыс. М-дан кейін а дауысты дыбыс. Және соңында т. Шахмат. Дауыссыз дыбыс. Өте жақсы. Неше дауысты дыбыс бар? 1, 2. Сонда шахмат деген сөзде неше буын бар? 2 буын бар. Өте жақсы.
Енді бар, мына бір суретке қараңдаршы. Бұл қай ойынның бөлшектері, яғни қандай ойында осы заттар бізде балалар қолданады? Кәне, ойланып көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар. Хоккей. Хоккей ойында бізде осы заттар керек болады. Я, жақсы. Шайба және бізде таяғы, я, хоккейдің. Ал хоккей деген сөзді дыбыстық талдау жасайық. Бұл жерде де х сөздің басында тұр. Хоккей. Сондықтан бірінші тор көздің үшін көкке бояймыз х. Одан кейін о дауысты дыбыс. О, өте жақсы. Хок. Қандай дыбыс естірміз? К. Дауыссыз дыбыс. Енді мұқият қараңдар, тағы да қандай дыбыс естіп тұрмыз? Хоккей. Дұрыс. Неше к дыбысын естіп тұрмыз? Екі. Яғни хоккей деген сөзде екі к дыбысы жазылады екен. Сондықтан келесі тор көзде көк түспен бояйым. Келесі дыбыс бізде дауысты дыбыс. Хоккей. И дыбысы дауысты. Және соңында қысқа и дыбысы. Ол дауыссыз дыбыс. Енді дауысты дыбыстарды санайық. 1, 2. Хоккей. Неше дыбыс бар? 2 дыбыс бар. Яғни 2 дауысты дыбыс, 2 буын. Өте жақсы. Енді балалар, кәне осы сөздермен біз сөйлем құрастырып көрейікші. Сөйлемнің 3 түрі бар екен білеміз. Хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем. Бірінші хабарлы сөйлемнен бастайық. Мысалы, хат. Мен атама хат жаздым. Хабарлы сөйлем. Енді сұраулы сөйлем. Сен шахмат ойнай аласың ба? Мен сұрап тұрмын. Бұл сұраулы сөйлем. Енді лепті сөйлем балалар. Алақай, хоккей ойыннан жеңдік. Яғни, бұл жерде біз қуанышты білдіріп тұрмыз. Сондықтан ол лепті сөйлем. Жақсы балалар. Енді сендерге тапсырма х дыбысын қарындаштардың көмегімен баспа түрін осылай жасап көріңдерші. Яғни біз х дыбысын қарындаштардың көмегіне ұқсатып жасадық. Жақсы ма? Және де жазба түрін біз дәптерлеріңе әдемілеп жазып өтіңдер. Және де бұл суреттегі сөздерден басқа тағы қандай сөздерде х дыбысы бар? Соны ойланып көріңдер. Бүгінгі біздің әліппе сабағымыз аяқталды. Сендерге қызықты болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сендермен бірге болған мен Айдана Рысбекқызы.